Сұлулығын ойлайсың ба бұл өмірді? Бізде қазір әншілерді көп сынайды ғой. Фонограммщиктер. Мысалы Қытай елінде фонограммамен ән айтқан үшін сен айыппұл төлейсің. Фонограмманы қойыңыздар. Дастан Оразбеков айтты. Негізі мен биыл Айронменге дайындалып жатырмын. Шоу-бизнесте өтірік өнер иелері, өнер сымақтар көп болып кетті. Тіпті концертте фонограммамен айту деген не сұмдық ол? Мүмкін Дастан Олимпиадаға барып қайтады боксқа. Құрметті өнер азаматтары, көрерменімізді алдауды тоқтатыңыздар дегім келеді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, Бақ-Кезет ақпараттық порталында Желмая жобасы. Бүгін бізбен бірге танымал әнші, Орда тобының мүшесі Дастан Оразбеков. Дастан, қош келдің. Қош көрдік, ассалаумағалейкум баршаңызға. Алейкум ассалам. Атақ, дәреже, мемлекеттік сыйлықтарың бар ма еді, айту керек пе еді, жоқ әлде? Жоқ, біз қарапайым жындармыз ғой. Орда тобының мүшесі десе жүреді. Негізі атақ, марапат, сыйлық алмағансыңдар ма? Мүлде? Кезінде біз Бауыржан шоуда енді жастар одағының сыйлығының лауреаты болдық. Одан басқа ешқандай атақ татыған жоқ бізде. Қалайша қанша жыл Орда тобы? 20 жылға жуық. 20 жыл, биыл 20 жыл. 20 жыл биыл. Қалайша сендер ешқандай сыйлық алмадыңдар? Сендерден кейін шыққан әншілер дарынды да алып жатыр, басқаны алып жатыр, жоқ әлде өзің қызықпайсың ба? Бізде сондай қызығушылық болмады шынымен. Орда тобында да қызығушылық жоқ, біз өзімізде де жоқ. Үйдегі енді келіншектеріміз анда-санда айтып қояды, еңбектерің бар ғой, неге алмайсыңдар деп. Енді ең басты марапат біз үшін халқымыздың марапаты, басқа не керек? Енді өзіңнің өнеріңе оралайық. Орда тобы менің білуімше тараған жоқ. Тараған жоқ. Тек қана бір белгілі концертке, болмаса арнайы шақырған кезде жиналып бара қоясыңдар. Былай уақытта әркім өзінің жұмысымен жеке-жеке. Нақты уақытта, қазіргі уақытта солай отыр. Биыл 20 жылдыққа үлкен жоспар құрған едіңдер. Дәл солай. Бірақ мынау пандемия, карантин көп жоспардың быт-шытын шығарған сияқты, иә? Енді быт-шытын шығарған жоқ, бірақ жоспардан кішкене ауытқып кеттік. Бірақ дегенмен де ол жоспар бар. Сәл ғана уақыты кейінге қарай шегерілді. Концерт қай жақта болады? Алматыда ма, Астанада ма? Алматыда да, Астанада да болады. Алла қаласа. Көк аспаннан жаңбыр баяу төгілгенде, ақ бұлттардан әсем бейне көрінгенде, сұлулығын ойлайсың ба бұл өмірді? Ұлылығын жүрегіңде сезінгенде, көрсетіп жалғандықтың ар жағын, көтертіп бар шындықтың салмағын, ауыр салмағын. Қиынды қойсе жарық бар алда, жетесің жеңіс деген аралға, әсем аралға. Көк аспаннан жаңбыр баяу төгілгенде, ақ бұлттардан әсем бейне көрінгенде. Бәрекелді, міне, нағыз әнші деген осындай болады. Неге Дастан айтып жатырмын? Өйткені кез келген уақытта Дастан ән айтып берші десе, ән айтып бере алады. Бізде қазір әншілерді көп сынайды ғой. Фонограммщиктер, фонограммамен айтасың. Осы сұрақты талқылайықшы. Иә, кез келген жаңағыдай сендер фонограммамен барып ауыздарын жыбырлатып ақша тауып келесіңдер деген сияқты. Міне, қазір Дастанға мен ән айтасың деп айтқан жоқпын, мүлдем ескерткен жоқпын. Қоя салдым төтесінен, Дастан ән айтайықшы деп. Дастанның дауысы бабында екен, шүкір, орындалып отыр. Нені айтқың келді бұл мәселеде, фонограмма дегенде? Фонограмма дегенде менің біздің өнер азаматтарымызға, өнер иелеріне айтқым келеді. Мына індет бітеді міндетті түрде. Той қайтадан басталады, концерт кештер қайтадан басталады.
Құрметті өнер азаматтары, көрерменімізді алдауды тоқтатыңыздар дегім келеді. Жаңағы жас әншілер болсын, өкінішке орай үлкен буынды ағаларымыз да бар. Концерт беруге келеді де бәрі фонограммамен ән айтып кетеді. Тойға келіп фонограммамен ән айтып кетеді. Бірақ дегенмен де кей кезде концерттік тапқан табысы тойдағы табыстан төмен болып қалады. Жиі сондай болады көбінесе. Бірақ негізі концертте адамдар жанды дауыста ән айткісі келеді да, ал тойға келген кейін бұл халтура дейді да, фонограммамен ән айтады. Айырмашылығы жоқ. Жаңа айтпақшы, бір көрермен болсын, мың көрермен болсын. Той болсын, концерт болсын. Айырмашылығы жоқ. Мысалға мен қанша енді той томалақта болдық. Мысалға көрші елден азаматтар келіп жатады, өнер иелері. Концерт бүкіл міндетті түрде жанды дауыста. Саундчек жасайды, дайындығын жасайды, жанды дауыста бишілерін қояды. Оны күндіз келіп 2 сағат звукорежиссер келіп бәрін дайындап қояды. Қандай қарым-қатынас деген жауапкершілік жұмысына деген. Ол сен сүйсінесің ғой ондай адамның. Ондай адамға сен шынымен де ешқашан аянбайсың, қалтаңдағы сұраған берің келеді. Себебі ол шынайы өнерін саған көрсетіп тұр. Ал фонограммамен келіп, тіпті концертте фонограммамен айту деген не сұмдық ол? Сен өзің концерттерде, тойларда жанды дауыста ма? Барлық жерде? Тек жанды дауыста. Менің себебі өзімді өтірікші. Мен енді намазда жүрген Алладан сұрайтын дүнием, маған адал еңбекпен табыс бер деймін. Табысты маған адал еңбекпен бер деймін. Себебі тер төксең, сен ұялмайсың. Адамның көзіне қарауға ұялмайсың. Ал енді адамдар өкінішке орай біздің өнер иелері соншалықты ойына сіңіп кеткен фонограммамен ән айту. Мен енді бір-екі бауырларыма да айтқам, сендер осыншама танымал азаматтар болып тұрып, осыншама деңгейге жетіп, осыншама көрермен жинап отырып, не ол өтірікші ол? Сондықтан да нақты есімдерін айтпаймын, бірақ дегенмен де мені естіген барша өнер иелеріне құлақтарыңызға алтын сырға, көрерменімізді алдауды қойыңыздар. Менің ойымша біздің мемлекеттік тарапынан міндетті түрде бұл нәрсеге көңіл аудару керек. Және де егер концерттік дүниені фонограммамен айтып жатса, мысалы Қытай елінде фонограммамен ән айтқан үшін сен айыппұл төлейсің. Тура сондай дүниені біздің елде жасап қою керек. Себебі қазір біздің шоу-бизнесте өтірік өнер иелері, өнер сымақтар көп болып кетті. Себебі фонограмма бар, біреулер дауысты басқаша өңде болады, тағы да бірдеңкелері бар. Бірақ шынайы өнер иесі, егер сондай нәрседен тыйым салынатын болса, айыппұл салынатын болса, фонограммамен айтқандар үшін, менің ойымша 100%-дан жоқ дегенде бір 60%-ға түсіп қалуы мүмкін. Ол нақты әншілерге айтқым келеді. Оны әзіл театрына немесе басқа бір саладағы өнерге айтқым келмейді. Нақты әншілерге айтқым келеді. Қойыңыздар дегім келеді. Дастан Оразбековпен айтылған, Орда тобымен айтылған деген сияқты. Фонограмманы қойыңыздар. Дастан Оразбеков айтты. Дұрыс айтасың, Дастан. Шынайы өнер қашанда жақсы бағаланады. Жасанды нәрсе, жасанды дауыс, жасанды дүниелер, олардың ғұмыры қысқа қашанда. Оны өз тарих дәлелдеп берген. Уақытпен дәлелденіп қойған. Бұл ұстаның өте дұрыс екен. Сенің осы сөздеріңе енді біраз біз тамашалап отырған әншілер көңіл аударады және зер салады деген ойдамыз. Өзіңнің жеке шығармашылығың жүріп жатыр ма? Өзімнің жеке жаңа әндерің шығып жатыр. Шығып жатыр. Қазір соңғы шыққан әндердің бірі енді өзімнің әнім деп айта алмаймын, себебі бұл қырғыз елінің әуесқой композиторы Ақжолтай Қанатбек деген азаматтың әні де сөзі де жазылған. Қазақша? Жоқ, бегімай қырғызша жазған. Бірақ енді қазақшаға аударғанда сол сөзбе-сөз келіп тұр ғой, өзі біздің тіліміз ұқсас қой. Сондықтан да бір-екі жеріне әйтеуір корректировка жасадық. Несінде Бегімай деген ән. Бегімай деген ән. Тыңдадым, өте әдемі ән екен. Өткен жолы онлайн концертте де орындап, тарихын айтып бердің. Жалпы қалай екен онлайн концерт берген? Бір түрлі емес па негізі? Шапалақ жоқ, ешкім жоқ алдыңда. Ең жаңағы ыңғайсыз сәтін тудырған сол ғана. Шапалақ болмаған. Бірақ дегенмен де ол сен өзің сезініп тұрасың ғой. Ол
біз ана сахнада үйреніп шықты, енді өзіміздің жеке шығармашылық концерттерімізді берген уақытта қалай концерт үстінде өзімізді ұстадық, тура солай онлайн концертте де ұстандық. Сәл ғана айырмашылығы тек қана көрерменіміз теледидардың ар жағында ғана болды. Енді сендер бәрібір де өнер адамдары болғандықтан, әнші болғандықтан, халықтың бір қошеметі, халықтың сондай бір ықыласы болмаса, бәрібір өздерің біртүрлі сезінетін шығарсыңдар. Халықтың дегенде халық алдында бір адам отырса шапалақтап, соның өзі де жеткілікті. Егер сенің өнеріңді шынымен де сезініп, сенімен бірге қосылып отырса, сол малдың да 1000 халық тұрған секілді. Бір адам болса да 100 адам болса да бір дейсің ғой. Жауапкершілік бәрібір бірдей жүреді. Бірдей. Есесіне, оны интернет арқылы қаншама миллиондаған адам көріп отыр. Онлайн. Иә, дұрыс айтасың. Онлайн енді оның үстіне қазір Астана Аренаны жинасаң 28 000 халық мысалы. Сол 28 000 халық тек қана онлайн режимде қарап отыр концерттің бәрін. Сен бүкіл стадионда концерт бергендей болып тұрасың ғой өзіңді. Қалай ойлайсың? Енді мынау карантин біраз уақытқа созылады деп жатыр. Күзде тағы да екінші толқыны келеді деп жатыр. Концерттік бағдарламаларға, әртүрлі шараларға кері әсерін тигізетіні анық қой енді мұның. Сендерге қалай әсер етеді бұл жағынан, осы тұрғыдан? Менің ойымша әрбір өнер иесі қазір амалын тауып жатыр, қандай бір табыс көзін көрсек пе деген. Сондықтан да енді онлайн концертте бір жігіттер әйтеуір тәжірибе жасап көрді. Пәтерде концерт дей ма, үйдегі концерт дей ма. Жаңа Instagram парақшасын ашып, сол жерге концерт көру үшін адамдар ақша төлейді. Иә, ақша счетқа түскеннен кейін ғана жаңағы парақшаға кіргізеді. Содан кейін ғана көре алады. Менің ойымша ол керемет амалдардың бірі. Құр отырғанша әйтеуір. Құр отырғанша енді мүмкін әдеттегідей көп табысын көп болмаса да, бірақ дегенмен де бір табыс көзі бар. Иә. Сондай жолдарын іздестірудеміз дейсің ғой. Немесе құрылысқа кетіп қаламыз бәріміз де. Жетісайға барамыз Мақтааралға десейші. О да бар, бірақ қазір енді індеттен індет болып кетті елімізге. Әйтеуір қазір мынау оңтүстігімізде қаншама қазір су тасқыны болып жатыр, қиын жағдай. Қиын жағдай болып жатыр. Шынымен де біз енді осындай жерде отырып тақымымызды қысып уайымнан басқа ештеңе істей алмай отырмыз. Бірақ дегенмен де Instagram парақшасы болсын, басқа жерде де өнер иелері барынша көмектесуге тырысып жатыр. Ол амалын жасау ғой ең бастысы. Біз дұғадамыз қазір. Дастан Оразбековтың табысы өзіне жете ма? Жалпы менің білуімше сен той әншілерінің қатарына жатпайсың. Енді той әндерің, тойға орындалатын әндерің жоқ, бірақ енді шығасың, тойға шықпайсың емес. Бірақ тіпті той әндерін жазып, тек қана той бизнеспен айналыспайсың. Жоқ, ондайым жоқ. Себебі қайтадан соған келіп тірелеміз. Өнер сүйсең, ол сен билеу үшін міндетті түрде дытыс деген ән жазу керек жоқ. Көрші елдердің әндерін ұрлап алып сөз жазып дейсің ғой. Жоқ, көрші елдердің әндерін ұрлап алған уақытта ол бәрібір бір хит әндерді ұрлайды біреулер келіседі. Мысалы, менің өзім мысалы көршілес елдің әндерін айтып отырмын ғой. Жоқ, енді сен сұрап алып жатқан шығарсың. Міндетті түрде, бекерден былай. Бірақ енді көбінесе тойда адамдар тез әнді талап етеді. Ритмикалық сондай, жеңіл. Иә, жеңіл, сөз де жеңіл. Чип. Иә, енді оны менде қатты балағаттағым келіп отқан жоқ ол дүниені. Себебі адамның бәріне көңіліне ол қуаныш деп беріп отыр да. Адам егер оған қуанып, оған қосылып, әнін айтып, би билеп отырса, ол да бір өнердің бір шеті деп ойлаймын. Сондықтан да той бизнес дегенмен де біздің табыс көзіміз қанша жерден біз заманауи бағыттағы әндерді айтқанмен де біз тойға барамыз. Біздің де әнге, заманауи әнге сол тойдағы тыңдарман, көрермен билесе екен дейміз. Негізгі табыс көзің сенің де жасыра алмайсың той. Әрине. Той, концерт. Елордаға көшіп келгеніне 3 жылға жуық уақыт болып қалыпты. Жалпы алматылықтардың, оңтүстіктердің бұл жаққа әсіресе шығармашылық адамдардың келуі өте қиын. Қалай болып жатыр? Қиын болып жатқан жоқ па? Қысы әсіресе бұл жақтың ерекше. Енді қысына үйреніп те қалдық. Оның үстіне бұл жерде енді паркингтен паркингке жинайтын машинамен жүрсін жаяу жүрген жоқ, сондықтан да қысына қиналып жүрмін деп айта алмаймын. Бір кішкене қарным ашитыны Алматы дегенмен де өнердің ордасы деп білемін. Өнердің дамуы кәдімгідей белсенді қарқынды жүріп жатыр да. Астанада мынау бағым Мақсат қыз айтпақшы. Астанаға келесің, таңғы сағат 8-де сені студияға шақырады дейді.
студияға келсең звук режиссер бүйтіп галстукпен костюм шалбармен дайын отырады. Алматыда ондай жоқ. Таңғы 8-де есік жауып кетіп жатады ғой ұйықтауға. Алматыда керісінше, Алматыда түнгі сағат 2-де шабытың оянып кетеді. Енді көбінесе менің ойымша өнер иелерінің бәрі мен сөзімді растайды, себебі түнде келеді шабыт. Әнде, жаңағы сөзде бәрі бір толқын келеді, сол толқын келген уақытта іздейсің студияны. Звондап қойсаң, мен студияда отырмын, келе қалыңыз дейді, бара қаласың, ән жасай аласың. Бірақ енді қазіргі таңда Астана дегенмен де кішкене дамып келе жатыр ол жағынан. Сирек, бірақ бар. Енді болғаннан кейін ол міндетті түрде дамиды ғой. Скриптонит, Джақ Халибтардың музыкасына қатысты не айтасың? Қалай баға? Енді Скриптонит пен Джақ Халибті салыстырудың қажеті жоқ екеуі. Әрине, бірақ енді екеуі де көрші елде танылып, кәдімгідей үлкен жетістікке жетіп жатыр. Екеуінің бағыты екі басқа, әрине. Скриптониттің маған музыкасы ұнайды, өңдеген ұнайды. Енді бізде кач дейміз оны, грув, драйв, соны беретін дүниесі. Енді Джақ Халиб восточный колоритта, шығыс колоритімен күшті әкеп өңдеп. Ол да бір өнер, сондықтан. Танысың ба ол жігіттермен, әлде былай? Жоқ, таныс емеспін. Таныс емеспін. Танысуға да асылып отқан жоқпын. Неге? Мүмкін дуэт жазып бір ортақ. Коллаборация дейсің. Онда жасағың келмей ме? Негізі ой болған Джақ Халибпен жасауға. Бірақ енді ол жоспарда бар, көреміз қалай болады. Димаштан кейін біздің көптеген өнерпаздар шетелдік байқауларда жақсы жүлделі орындардан көріне бастады. Соларды көріп отырып, бір өздерінің кезінде сендер де Мәскеуді бағындырамыз деп кеттіңдер ғой. Сондай бір іштерінде өкініш кернемей ма? Шынымды айтсам, жоқ, ешқандай өкініш кернемейді. Мен керісінше біз соңғы байқауымыз Түркі Вишнге барып келгеннен кейін мен керісінше барғаныма өкініп қалдым ол жерге. Неге? өзіңді енді айналаңа қарапайғы талсен болашаққа ашып көзіңді жай ғана бастапа тек алдағы бағыттан көргендер бар адасқан жан. Біз енді жүлделі орынмен қайттық, екінші орынмен. Өйткені алдыңғы жылы жанар алғаннан кейін біздің көрерменіміздің кішкене ойы басқа нәрсені ойлады. Олар, менің ойымша, олар байқауға тек қана дауысы жоғарғы диапазонды әншілер ғана бару керек деп ойлайды ғой деймін. Соны біз келгеннен кейін мынау не ән, немен бардыңдар, сендер ол орынды сатып алдыңдар дегеннен кейін мен Орда тобымен біз байқауға бару деген дүниені біз қойдық. Мүлдем бармайсыңдар? Бармаймыз. Біз оған дейін де барған емеспіз. Иә, барған емес. Бір-ақ рет барғанбыз, сол бір рет барғанымызға өкіндік. Ал енді өзім жеке шығармашылығымен мен барғым келеді. Себебі не себептен шетелге барып танылғанда бір қарны ашитын дүние, қолда бар алтынның қадірін білмейді. Өкінішке орай. Біздің, ал енді сен шетелде танылып, сол жерден өзіңді көрерменіңе осы жерде нақты өзіміздің қазақ еліміздегі көрерменімізге айтсаң, мынау осы ғой, мынау анау ғой. Сол жүрген Димаш осы жерде Қазақстанда қаншама жыл жүріп танылғысы келді. Ешкім байқаған жоқ. Ол мәселе өнер иелері емес, көрерменнің өзі оның орындауын менің ойымша бірден түсіне қойған жоқ. Түсіне қойған жоқ. Әлі күнге шейін де түсінеді деп ойламаймын. Тек қана сол танымалдылықтың арқасында Димаш қазір Димаш болып отыр. Ал енді өнерді түсінетін адам үшін ол феномен ол азамат. Ол әлемде мүмкін 6-шы адам шығар болған. Бар адам қазір сол Димаш. Сондай диапазонды дауыспен. Енді Орда тобымен барып, өзің айтып отырсың, екінші рет байқауға қатыспайтын болып қайттық деп. Ал өзің барғың келеді дейсің. Барғым келеді. Қалай болады ол адам? Ол бірақ мәселе мен көрермен жинау үшін емес. Мен өзімді сынап көргім келе ма? Өзімді сынап көргім келеді. Маған енді жекпе-жектен кейін де айтқан, Дастан, сен неменеге бара жатсың ол жерде деп, жастар ғой деп. Бәрі ойлайды, сонда біз енді 20 осындай жылдық тәжірибемен сонда бізге бару керек емес деп. Менің ойымша жоқ, ол керісінше дұрыс емес ой. Әр өнер иесі ол жылдан жылға міндетті түрде даму керек. А біздің дамитын жеріміз не?
Бізде де бәсекелестік болу керек. Бізге сайыс керек. Ол сайыс бізде қандай? Ол сол байқау. Халықаралық байқаулар. Себебі бұл жерге келгеннен кейін сен өзіңнің өнеріңді міне мен жетілдім, мен күшті орындаймын, мен осындай деп отырған басқа өзгеше бір өзге елдің адамын көріп тұрасың да анауның өнері, орындау тәсілі мүлдем бөлек. Ол біз үшін сабақ, ол біз үшін бір тағы бір шың деп айтсақ болады. Енді біздің біраз әншілер футбол командасын құрып жетістіктерге жетіп қайтты ғой, бірінші орын алып деген сияқты. Соны ойлаймын да, Дастанның жақсы бокстасатын қабілеті бар еді. Мүмкін Дастан Олимпиадаға барып қайтады боксқа. Жұлдыздар арасында ма? Жұлдыздар арасында ма, бірақ білмеймін енді. Жоқ, егер өнер иелерінің арасында болса, мен баруға дайынмын. Ол былай кәсіби боксерлармен шығу үшін бізге кеш уже. Себебі ол біз мысалға 20 жыл ән айтып келе жатырмыз ғой. Бізбен боксер 20 жылдан кейін келіп ән айтпайды өлген күнде де. Себебі біз өнерімізбен екі орап тастаймыз ол азаматты. Ал енді біз қазір 20 жылдық тәжірибесі бар бокстағы азаматпен келіп, 2 жыл дайындықпен келіп бокс істесек, ол біз так орап алады. Мен енді сөзді жасырмай қояйын, жаңағы 12-ші жылы чемпион деген бокстан кейін шынымен де кәсіби бокске барғым келді былай. Кандидаттықты қорғағым келді. Соны маған тренер айтты, балам, Дастан-ау, қазір 20 жасар бала келеді де сені төмпештеп тастағаннан кейін біріншіден сенің өзіңнің сағың сынып қалады. Рухыңнан айырылып қаласың. Не керегі бар саған оның? Әніңді айттым да, өзің үшін дайындал, өзің үшін тренировка жаса деді. Сонымен қалды сонымен. Дастан, карантинде немен айналыстың? Мысалға, үнемі формада жүресің. Үйде бар ма жаттығатын нәрселер, жоқ әлде сыртқа шығып? Сыртқа шығып. Жүгірдің ба? Жүгіресің ба негізі? Жүгіреміз, велосипед. Негізі мен биыл Ironman'ге дайындалып жатырмын. Қатысайын деп жатсың ғой марафонға. Өткен жылдан бастағы дайындығым басталған. Ironman'ге қазір енді августте болатын шығар деп отырмыз. Індет егер уақытылы аяқталса. Жалпы карантиндегі өткізген уақытым баламды спортқа шұғылдандырып отырмын. Қандай? Жүгіріп, велотрек, жүгіреміз екеуміз, және өзім боксқа үйретіп отырмын. Енді тәжірибе бар ғой кішкене. Қалай, алып келіп отыр ма, қызығушылығы бар ма? Жоқ, қызығушылығы жоқ. Неге қызығушылығы бар? Өнер әлде не? Жоқ, өзі айтпақшы интернет. Интернет, YouTube қызығушылық ол осы, аниме қарайды, тағы бірдеңкесін қарайды. Енді сабағы бар, енді пианинода ойнайды, балам. Жоқ, музыкалық қабілеті бар шығар енді? Бар, енді музыкалық қабілетінен бұрын музыкалық слух? Жоқ. Білім? Образование, музыкалық білімі менен жоғары қазір оның. Сондай? Енді қазір 4-ші жыл болды, пианинода ойнап жатыр. Тамаша. Мен нота білмеймін, ол нота біледі. Сен пианино тартамайсың? Мен тартылмаймын. Жұлдызым жарқыраған аспанымдағы, сен жарқ етіп жоқ болдың ғой қас-қағымда, жарқыраған өзіңді қалай табам, жұлдызға жете алдым ба мен аңсаған белгісіз жан, мен аңсаған белгісіз жан. Хит қанша жылда орындалса да айтыла береді, бәріміз жатқан. 20 жыл. 20 жыл. 20 жыл болды бұл әнге. Бұл әннің тарихына қысқаша тоқталып өтші, Марат ағамызға арналған ән дедің ба? Марат ағамыз енді Марат Сахат деген кісі. Бауыржан шоу Әзіл-Сықақ театрының режиссері. Режиссер болған ол кісі. Сол кісі кезінде енді өзі іштегі шәкірт тәрбиеледі ғой. Бауыржан шоудағы барлық жаңағы актерлар сол кісінің шәкірттері. Бірақ сценарист шәкірт тәрбиелеген Балжан Байкенов деген кісі болған. Ол кісі негізі кәсібі өзі әскери азамат, әскерде жүрген азамат. Бірақ енді сатира жағынан әзіл жазғысы келген уақытта, енді қысқа уақытта сабақ алып, дәріс алып Марат ағамыздан 1 жылдың ішінде, соны естуімше 1 жыл ғана сабақ алды ол кісі. Сол 1 жылдан кейін Марат ағамыз өмірден озып кетті. Сол кезде, Балжан ағамыз сол кісіге өлең арнап жазған болады. Сол өлең, белгісіз жан бүгінде.
бірақ Ермек Елгезеков деген композитор ағамыз бар, тоже мәтін жазатын кісі. Сол кісі бұл әнге корректировка жасаған. Енді ол кісі тікелей өзінің ұстазына жазса, бұл жерде кішкене Ермек ағамыз былай жастарға бейімделіп махаббат ретінде қылып жаздырып келтірген. Бұл әннің тарихы осындай. Оның үстіне егер байқасаң, өмірден Марат ағамыз озғаннан кейін бауыржан шоу құлдырап кетті. Бұрынғыдай болмай қалды. Бұрынғыдай болмай қалды. Өйткені қатты дамып жатқан кезінде, дүркіреп жатқан кезде бауыржан шоудың Марат ағамыз басты режиссер, бүкіл сценканы жазып, қалай қойылатынын бәрін. Кісі өте тиянақты кісі болатын. Мен енді сол кісінің соңғы шәкіртімін деп білемін өзімді. Әрине сендер де ойнадыңдар ғой. Сендер де сол театрда жүрдің. Жоқ, ол кісі бөлек бауыржан шоудан кетіп, Керемет деген театр ашқан 98 жылы. Сол театрдың директоры Алмат Сақатов болды да, басты режиссері Марат ағамыз болды. Марат ағамыз ол кезде бауыржан шоу колледжінде өзі шәкірт тәрбиелеп жатқан. Сол шәкірттерден алып қайтадан театр жасады, Керемет деген. Сол театрға мен ең алғаш келдім өзімде. Менің ағам Рүстем, өзің айтып отырған. Сол жерде актер болып келді сол жерге. Себебі ол бауыржан шоуда колледжінде оқып жүрген жерінен Марат ағамызбен кетті. Марат ағамызбен кетіп, бір жылды гастрольден келгеннен кейін маған айтты, театрға барасың ба әнші болып? Сөйтіп 98 жылы мен Керемет деген театрға келгенмін. Актер болып. Әнші болып. Әнші болып. Сол жерде Орда тобы пайда болған. Одан кейін бауыржан шоуға бардық. Содан кейін 99 жылы біз бауыржан шоуға бардық, себебі 99 жылы Марат ағамыз ауыр халде кетті, театр Керемет ыдырады. Сөйтіп, сен шынымен де білмейсің ба? Жоқ, мен есімде, бірақ жаңағы сендердің кейбіреулерің мен жаңылысып отырмын. Бірінші сендер бауыржан шоуға келген деп жаңылысып отырмын онда, иә. Сен Орда деген есім топ қайдан пайда болған? Орданы біз бауыржан шоу арқылы білеміз. Есімде ең бірінші бауыржан шоуда Бауыржан Ибрагимов шығып таныстырды. Осындай топ құрдық біздің. Ол бауыржан шоу тобы болды. Бауыржан шоу тобы болды, Орда емес. Орда емес. Кейін Орда болып шықтыңдар. 2003-те. Иә. Бірақ Орда тобы 98 жылы аталған. Өйткені Оралхан Садуақасов музыкальный продюсер болды Орда тобының. Есімі Оралхан, Рүстем, Дастан, Алмат. Біздің үшінші мүшеміз өзі үш әншіден құралғанбыз. Алмат болған, иқасында Рүстем, Дастан екі ағайын болған. Содан Орда болғанбыз. Топтың атын марқұм Марат ағамыз қойып кеткен. Орда деп, Орда болсын деп. Дастан, әңгімеңе көп рахмет. Бүгін енді біраз әңгіме айттық, ән де салдық. Айтылмай қалған әңгімелер болса, бір мынандай нәрсені айтқым келіп жүреді деген әңгіме болса, айт, болмаса. Қазіргі айтатын әңгіме індет мына болып жатқан. Енді қаншама жерден ақпараттан естіліп жатырмыз енді. Мемдарда шығып жатыр, біреулер басқасы айтып жатыр, басқа елдің жаңалықтарын тыңдап, басқа нәрселерді естіп кішкене, менің ойымша кішкене біз адамдар адасып қалдық. Жан-жақты оқимыз, жан-жақты білеміз, өзі не болып жатқанын нақтылай кім айтып береді екен. Өзіміздің елдегі ақпаратқа сенгіміз келеді, өзге елдің ақпараттарын естісең, мүлдем басқа дүниені естисің. Құрметті көрерменге айтқым келеді. Індетімен, бірақ кішкене қатты не қылудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын, берілудің қатты уайымдаудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Керісінше істеген жұмысымызды ары қарай істей берейік. Енді мына індеттің арқасында асқан нәрсенің пайдасы бар екенін сезіндік. Онлайн мүмкіндіктер қаншама мүмкіндіктерді білдік. Сондықтан да мынау көріп қалған нәрсені дамытуға тырысыңыздар дегім келеді. Құр қазір әйтпесе енді қазір өзің айтпақшы күзде тағы да екінші толқыны келетін болса, келсін, кетсін, қалай келеді солай кетеді. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген демекші. Сондықтан да қатты уайымдамаңыздар. Бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады деп білемін. Бұйыртса, Орда тобының 20 жылдық концертіне бара жатармыз. Алла қаласа. Дастан, көп рахмет. Шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Өнерің өрлей берсін. Рахмет. Құрметті көрермен,
Бақ Кезет ақпараттық порталындағы желмая жобасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Біздің YouTube-тегі арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.